Ұлы ақын ағартушы, қазақтың жазба әдебиетінің және әдеби тілінің негізін салушы Абай Құнанбайұлы. Абай Құнанбайұлы Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында дүниеге келген. Абай атақты Тобықты руының Ырғызбай деген тобынан тарайды. Ол ауыл молдасынан оқып жүрген кезден өз зеректігімен көзге түседі. Кейін ол Семей қаласында 3 жылдық медреседе тәрбие алады. Абай көпті көрген әжесі Зеренің тәрбиесінде болды. Шешесі Ұлжан да ақылды ананың бірі болған. Әкесі Құнанбай Өскенбайұлы орта жасқа келгенде атқа мініп, ел билеу жұмысын араласқан заманы. Ресей патшалығының Қазақстанның батысы мен орталық аймағын отарлап, ел билеу жүйесін өз тәрбиесіне көндіре бастаған кез. Құнанбай өз заманында ел басқарған адам болды. Ол ел билеу ісіне балаларының ішінде Абайдың баулап, соған баулады. Елі үшін әділет жолын ұстанған Абайдың үстінен арыз да жазылып, 3-4 ай тергеліп, ақталып шықты. Сонымен бірге ағылшын ғылым Дарвиннің, Шекспирдің шығармаларын да оқыды. Соның арқасында дүниетанымын кеңітіп, білімін шыңдай түсті. Абай ауқатты отбасынан шықса да, халқына үнемі жақын болды. Олардың дауын даулап, мұңын жоқтады. Мұны оның мына өлеңнен көруге болады. Кедейдің өзі жүрер малды бағып, отыруға отын жоқ үзбей жағып, тоңған үйін жылытып, тоңын иілеп, шекпен тігер қатыны бүрсен қағып. Қар жауса да тоңбайды бай баласы, үй жылы киіз тұтқан айналасы. Бай ұлына жалшы ұлы жалын ішті, ағып жүріп ойнатар көздің жасы. Жасы 30-дан асқан Абай орыс тіліндегі кітаптарды мақтап оқуға бұралады. Соның ішінде көптеген жазбаларына келетін болсақ, жаз, күз, қыс, жазғытұғыр, сонымен қатар жасында ғылым бар деп ескермедім. Ғылым таппай мақтанба, интернатта оқып жүр. 8 аяқ өлеңдерінің сол кездегі әлеуметтік жағдайларды түсіну үшін маңызы зор. Абайтанудың білгірі Мұхтар Әуезовтің атап көрсеткендей, Абай мұрасының нәр алған рухани үш арнасы. Өз халқының мәдени мұрасы мен шығыс, батыс елдерінің рухани қазынасы болды. Оқи жүріп, білімін толықтыра жүріп, 40-тан асқан шағында бір жола ақындыққа берілді. Туған халқын сүйіп, оны қасіреттен құтқаруды, бодандықта қарсы Абай халқын оятып, береке бірлікке. Солардың ішінде ерекше орын алатыны Абайдың өз балалары. Халық арасынан шыққан таланттарды танып, олардың еңбегін таратушы болды. Абайдың ән шығармашылығы қазақтың халық музыкасында ерекше орын алады. Оның әндеріне келетін болсақ, 8 аяқ, айттым сәлем қалың-қаз, жерсіз түнде жарығай, көзімнің қарасы, тағы да басқа әндері әлі күнге халық жүрегінен жылы орын алады. Абай поэзиясының арқауы ғылым, білім, еңбек, осы қара сөздерге жалғасын дамиды. Абай өз шығармалары арқылы рухани бірлікке шақырады. Қорыта айтқанда, Абай қазақтың демократ ақыны, ұлы ойшыл, көптеген өлеңдер мен дастандар, сондай-ақ басқа да философиялық шығармалар жазды.
қалмайды қыстың сызы, масаттай құлпырар жердің жүзі. Жан жануар адамзат анталаса, ата-анадай кенжелер күннің көзі. Түйе боздап, қой қоздап, қорада шу, көбелек пен құстар да сайда дуду. Гүл мен ағаш майысып қарағанда, сыбдыр қағып бұрандап ағады су. Ақ киімді, денелі, ақ сақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды. Үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Сұр бұлт, түсі суық, қаптайды аспан, көз болып дымқыл думан жерді басқан. Білмеймін, тоңған ма, тойған ма, жылқы ойнап бие қашқан, тай жарысқан. Мұң таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқан күлуге, бес нәрсеге асық бол, бес нәрсеге ғашық бол. Адам болам десеңіз, тілеуін өмір алдында, оған қайғы жесеңіз. Өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ, бес асыл көнсеңіз.